Азия турының соңғы концерттік залына келген Baby Monster. Соңғы фан-митинг үшін мүшелерге жеткізілген тағамдар. Әлдеқайда еркін сияқтымыз, бүгінгі концертті де қызықты өткізесіздер деп үміттенемін. Алға репетиция жасауға кеттік. Go! Сенің туған жерің. Туған жер? Қателесіп кеттім бе? Туған жер. Кенжеміз жарайсың. Неге бұлай істеп жатыр екен? Чикитаның ыңғайсыз сүйіп аяқтаған сәті. Қобалжып тұрмын, бірақ енді жанкүйерлермен көбірек араласа аламыз ба? Сеулдегі финал концерт залының сыртында не болып жатыр? Monster жанкүйерлері әркім өзінше рахаттануға дайындалып жатыр. Гримеркеде Ахён даусын қыздырып жатыр. Бүгін Энкуреға 5 орындаймыз. Шексіз Энкуреға дайынбыз. Студенте Moodle ремиксін айтамыз. Like that, Shish, Butter Up ремиксін айтамыз. Сосын бітті. Концерттің басталуына 1 сағат қалды. Monster залға кіре бастады. Лирики Биондты жақсы көреміз. Тур сәтті өтсін. Көрерменге залы толық толды. Кіру аяқталды. Соңғысы финал алдында көңілденген Рора ханым. Кенжеміз қобалжуын басып жатыр. Барлығының қолдауымен сахнаға бет алды. Baby Monster сәттілік. Екең. 4 айлық саяхат Азияның 7 қаласы 12 сахналық өнер. Дебюттен кейінгі алғашқы фан-митинг туры сахна басында таңсық болғанымен, ендігі жерде еркін түрде жанкүйерлермен бірге ән салып жүрген мүшелер Monsterмен бірге топтық суретке де түсті. Кеттік, Шиш. Энкорға қайталауға кіріңіздер. Қалған күш-қуаттың бәрін шығарып, Энкор қайталауы басталды. Соңына дейін көңілдері рахаттанып жатқан Baby Monster мен Monster жанкүйерлер. Шын мәнінде өте қызықты болды. Өте қызықты. Бірақ негізі осы жерде аяқтауымыз керек еді. Айттым ғой, бүгін үйлерін шешіп бермеймін деп. Окей, ендеше дереу келесенге өтейік пе? Monster қайтадан секіреміз. Шын соңғысы қайтадан кеттік. 3, 2, 1. Соңғы Энкор әні Butter Up ремикс. Бір кеңістікпен бір уақытта бірге рахаттанған Сиюзері. Ұзақ әрі қысқа болған бұл саяхаттың соңы тақап қалды. Келесте тағы кездесек, достар, дұрыс айтады. Осы уақытқа дейін сіздермен болған Baby Monster осы еді. Рахмет. Бірінші фан-митинг туры Сиюзері. 2024 жылдың наурыз. Фан-митингті өндіру бойынша алғашқы жиналыс. Тек жанды дауысты тыңдағысы келетін жанкүйерлер де көп болғандықтан, егер анкор ойнайтын болсақ, сол кезде ремикс нұсқасын айтқанда жаман емес сияқты. Bir жағын ең соңына қалдырсақ та жақсы болатын сияқты. Қалай десек те біз әлі жанкүйерлермен бірде-бір жүзбе-жүз кездесіп көрген жоқпыз ғой. Сол себепті жанкүйерлермен көбірек араласып тілдескіміз келеді. Бұл біздің ең алғашқы фан-митингіміз болғандықтан өте қатты толқып та қобалжып та тұрмыз. Бірақ сіздерге көп нәрсені көрсеткіміз келіп, өте таңғалықты дайындалып жатырмыз. Сондықтан асыға күтіңіздер. Әлі сәл ыңғайсыздау болып тұрған Сиюзері ұраны. Әр сәрттен артық бағалы болғандықтан тыным таппай дайындалған өткен күндер. Фан-митингтің алғашқы күні Monster интро ойнап, ән аяқталғаннан кейін жанкүйерлерден айқайлаған дауысы естілді. Мен сол сәтте әлі күнге дейін ұмыта алмаймын. Уга әпкем тадайма оралдым деп айтқан сәті де есімде ерекше сақталып қалды. Мен оралдым. Чикитаның жылаған күні де қатты есімде қалды. Кенди. Чикита, үйіне қош келдің. Жанкүйердің плакаты. Осы уақытқа дейін тур жасап, Monsterді жанкүйерлерді кездестіре алғаныма өте қуаныштымын.
күнделікке жазылатын естеліктер сияқты бұл фан-митинг турында сіздермен бірге әдемі естеліктер жинағаныма өте бақыттымын. Өзіміздің қаншалықты үлкен махаббатқа бөленіп жүргенімізді сезіндім. Шын жүректен өте үлкен рахмет. Baby Monster, біз сіздерді жақсы көреміз. Монстездің еш аяусыз төккен ыстық ықыласы мен махаббаты. 몬스티 사랑해요.